Қазақстан енді супер президенттік жүйеден мықты парламенті бар президенттік жүйеге көшеді. Елді қандай саяси өзгерістер күтіп тұр? Құл сарының еңсесін қалай көтереміз? Қалада инженерлік және әлеуметтік инфрақұрылымның жағдайы тым нашар. Сенаторлар күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қаржы бөлуді сұрады. Шикі заңның әлегі. Қазатомпром компаниясына қарасты кәсіпорындарда еңбек ететін 2000-ға жуық адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Армысыздар, эфирде Сенат сөзі. Бүгін осы және өзге де тақырыптарды тұздық етеміз. Мемлекет басшысы еліміздің саяси жүйесін кешенді жаңғырту бағдарламасын ұсынды. Ал оны іске асыру үшін заңнамалық қолдау қажет дейді депутаттар. Сондықтан алдағы уақытта Сенат жолдауда белгіленген басымдықтарды заңнамалық қамтамасыз ету бойынша жүйелі әрі кешенді жұмыс жүргізеді. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында қоғамды толғандырған, соның ішінде елдің саяси трансформациясына қатысты сұрақтарға толық жауап берді. Атап айтқанда, көптеген маңызды саяси реформалар мен жаңа бастамалар туралы сөз болды. Президент парламенттің рөлін күшейту қажеттігін айтты. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаевтың пікірінше, енді парламентке үлкен міндеттер мен жауапкершілік жүктеліп отыр. Президентіміз жолдауда еліміздің саяси жүйесін кешенді жаңғырту бағдарламасын ұсынды. Олар еліміздің қазіргі дамуындағы үрдістер мен талаптарға толығымен сай келеді. Оның бәрін сапалы әрі нәтижелі іске асыру үшін заңнамалық тетіктер керек. Сол себепті алдағы уақытта жүйелі әрі кешенді жұмыс жүргізуіміз қажет. Заңдарды қабылдау барысында халықтың, азаматтық қоғам өкілдерінің, сарапшылардың пікірлерін ескеру аса маңызды. Президентіміздің бастамаларын заңнамалық тұрғыдан қолдау біздің басты міндетіміз. Сол себепті қазір нағыз бел буып, білек түріп жұмыс істейтін кезең. Халықтың бізден күтетіні де, талап ететіні де сол. Қасым-Жомарт Тоқаев сайлау партиялық жүйелерді жетілдіру, сондай-ақ жергілікті билік органдарының дербестігін күшейту бойынша нақты ұсыныстарын жеткізді. Нақтырақ айтқанда, мәслихаттардың рөлін арттыру қажеттігін атап өтті. Бұл азаматтардың өкілді билікке деген сенімін нығайту үшін қажет деді Сенат төрағасы. Сенаторлар халықпен дәстүрлі кездесулер өткізу үшін аймақтарға барады. Олар өңірлердегі өзекті мәселелерге назар аударып, елдің пікірі мен ұсыныстарын тыңдап қайтады. Еліміздегі моноқалалардың, оның ішінде Құлсары қаласының проблемасы тым күрделі. Осы аптада құлсарылықтардың мәселесін Сенат қабырғасында депутат Ғұмар Дүйсенбаев көтерді. Қалада инженерлік және әлеуметтік инфрақұрылымның жағдайы нашар. Сенатор осы әрбір салаға күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қаржы бөлуді сұрады. Құлсары күн сайын өсіп келе жатқандықтан қала шаруашылығын дамытуды қолға алу керек. Соның ішінде ең бастысы ауыз су мәселесі. Тұрғындарды алдағы 2 жылда сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету үшін қосымша ауыз су желілерін салу қажет. Депутат Ғұмар Дүйсенбаев Көкжиде су асты қорынан су құбырын тартуды ұсынды. Бұдан бөлек қалада су құбыры, кәріз, жылу және электр желілерінің әбден тозығы жеткен автокөлік жолдарына қайта жаңғырту жұмыстарын жүргізу керек. Қаладағы 416 шақырым көшенің тек қана 52,6%-не асфальт төселген, қалған бөлігінде қара жол. Ал шаһардағы 231 көп қабатты үйдің басым бөлігі өткен ғасырдың 50-60 жылдар салынған. Құлсары қалаға барған кезде халықтың мүгедектердің топ-топ болып құрылған жаңағы ата-аналардың, мүгедек балалардың ата-аналарының сұранысы бойынша жасап атқан сауал. Оның себебі болып атқан 2200-ден аса мүгедек балалар Атырау облысында болса, соның 242 баласы тек қана Құлсары жылой ауданының өзінде, сосын жаңағы қасындағы 422, қасындағы сосын Мақат ауданы мен Қызылау ауданының 242 мүгедек балалар бар. Сол ата-аналар жаңағы бүгінгі кезде сол балаларды шынықтыратын, емдейтін орталық болмағаннан кейін ата-аналар өздерінің ақшасына Астана, Алматыдан тағы басқа жерден мамандарды шақырып, өз қаражатына соларды жолын төлеп, еңбек ақысын төлеп, жатақханасын төлеп, сөйтіп мамандарды шақырып сөйтіп атқан жағдай бар. Бұның көтеріп атқан мәселеміз, мысалы Атырау облысы бойынша Құлсары
Жылой ауданы соның ішіндегі ең түсімі ұлттық қорға түсетін республик жаңа облыстық бюджетке түсетін қаражаттың көлемі 1,7 триллион теңге. Сол ақшадан бір бөлігін осындай жағдайларға түзетуге болмай ма деп. Сосын Күлсарын қаланың өзінің жағдайы да бүгін өте нашар айтып атқан. Енді үкімет тарапынан, біздің президенттің атынан осы салаға да бір көңіл бөліп атқан жағдай бар ғой. Қазатомпром компаниясына қарасты кәсіпорындарда еңбек ететін 2000-ға жуық адамның тағдыры сенаторларды алаңдатып отыр. Себебі Қызылорда мен Түркістан облысындағы уран кеніштеріндегі бірқатар өндіріс жабылып қалуы мүмкін. Депутат Мұрат Бақтиярұлының айтуынша, бұған тиісті заңнамадағы олқылық әсер етіп отыр. 2018 жылы жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы кодексі қолданысқа енген болатын. Осы құжатқа алғаш рет уран өндіруге қатысты жеке тарау енгізілген. Бірақ кодекстің шекі тұстары бар дейді сенатор. Біз үкімет басшысына бір топ депутаттар арнайы сауал жолдадық. Ол сауалдың негізгі бағыты бізге Қазатомпром деген үлкен мекеме бар. Соның РУ-6 деген жауапкершілік серіктестігінің 2000-ға жуық азаматтардан біздің атымызға хат келіп түсті. Ол хатта бізде мына жер қойнауын игеруге байланысты заңда осы 2022 жылы қараша айында оның мерзімі бітеді. Сол заңға енгізілмей қалған. Соған байланысты сол заңды үкіметтің басшысынан сол заңды өзгертуге және сол заңды толықтыруға біз өтініш айтып, депутатқа сауал жіберіп жатырмыз. Өйткенде 2000 адам деген, ол 5 адам есептеген 10 000 адамның тағдыры, ол жерде ол Қазатомпромның ол мекемелері сол жерлердегі городообразующий дейді, сол жердегі жұмыс беруші мекемелердің бірі. Сондықтан да бұл сауалдың әлеуметтік, экономикалық негізі бар сауалдардың бірі деп есептеймін. Елімізде жайылымдық жерлерді пайдалану тетіктерін жетілдіру көзделіп отыр. Бұл үшін қолданыстағы заңға бірқатар өзгеріс енгізілген. Сенатта жайылымдардың тапшылығына байланысты туындаған мәселелерді шешуге бағытталған заң таныстырылды. Оған депутаттар бастамашы болды. Қолданыстағы заңнамаларға өзгерістер енгізу мәселесін шаруалардың өздері ұсынған. Депутаттар ел арасында жиі болады. Міне сондай кездесулерде ел жиі көтеретін мәселенің бірі осы болатын. Сондықтан сенаторлар жайылымдық жерлердің жетіспеушілігінен зардап шегіп отырған ауыл тұрғындарының талап тілектерін назарға алды. Заң жобасында жайылымдарға мал жаймай, оны тек шөп шабу үшін ұстау мақсатсыз пайдалану ретінде қарастырылған. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске де өзгертулер енгізу ұсынылды. Яғни ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екінші түрге ауыстыру тәртібін сақтамаған үшін әкімшілік жауапкершілікті күшейту қажет дейді депутаттар. Жайылым заң негізгі міндеті мен мақсаты осы жерді дұрыс пайдалану ретін келтіру және де институционалды экономикалық жағдайды елдің жағдайын түзету бойынша өзгерістер, толықтырулар енгізу болатын. Сол бір заңға 5 заң актілеріне өзгерістер енгізіліп отыр. Оның ішінде айтатын болсақ, мына жер заңы бойынша мына жердің көлемі бір норма бойынша мал басына шаққанда сол норманы азайту, жерді дұрыс пайдалану ретінде сосындай өзгерістері бар. Қоғамда түбегейлі саяси реформалар бола ма? Елді қандай өзгерістер күтіп тұр? Сенат қабырғасында ұлттық мүдде диалог алаңында бас қосқан зиялылар мен сарапшылар президент жолдауын талқылады. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев алаңның жұмысын аша отырып, тәуелсіздік алу мен мемлекеттілікті нығайтудағы қазақстандықтардың зияткерлік және мәдени рухани әлеуетін жақсартудағы зиялы қауымның ерекше тарихи рөлін атап өтті. Ол мемлекет басшысының жолдауда белгіленген бастамаларын іске асыру қоғамның барлық институттарының, оның ішінде билік құрылымдар мен зиялы қауымның белсенді және бірлескен жұмысын талап ететінін атап өтті. Бұл жаңа Қазақстанды құру үшін маңызды. Сенат спикері сонымен қатар осы тақырыптың маңыздылығын елордадағы жастармен кездесу барысында да талқыға салды. Осымен Сенат сөзі бағдарламасының кезекті саны тәмам. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.